Құрметті жамағат, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы еліміздегі іргелі зерттеу орталықтарының бірі болып табылатын Фесенков атындағы ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы мекемесінің ғылыми мәліметіне сүйеніп, сондай-ақ көрші Өзбекстан және Қырғызстан мұсылмандары діни басқаларымен кеңесіп, Рамазан айының басталатын күнін белгіледі. Шариғат үкімі мен ғылыми зерттеу жұмысының қорытындысына сәйкес, мұсылмандар асыға күтетін Рамазан айы биыл елімізде 24 сауыр күні басталатын болды. Алла тағала сіздер мен біздерді қасиетті Рамазан айына аман есен жетуді нәсіп етсін. Шариғат бойынша балағатқа толған, ақыл есі дұрыс әрбір мұсылманға Рамазан айында ораза ұстау парыз. Алайда жолаушыларға, сырқаттанған немесе денсаулығы нашар адамдар ауруының асқынуынан қауіптенсе және сенімді дәрігер ұзақ уақыт бойы ашығудан денсаулығы күрт нашарлап кетуі мүмкін деген шешім қабылдаса, сондай-ақ жүкті немесе омырауда баласы бар әйелдерге ораза тұту кейінге қалдыруға шариғат рұқсат етеді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы еліміздегі төтенше жағдайға байланысты қасиетті Рамазан айында індеттің таралуының алдын алу мақсатында карантин мерзімінде тарауых намазын мешіттерімізде жамағатпен оқылмайтынын мәлімдейді. Әркім тарауых намазын өз шаңырағында отбасы мүшелерімен оқуына кеңес береміз. Біз осылай оқшалану арқылы жұқпалы індетті жеңеміз, иншалла. Жұқпалы індеттің таралуының алдын алу мақсатында мешіттерде, дәмханаларда, қоғамдық орындарда, тағы басқа мекемелерде жиналып ауызашар беруді уақытша тоқтатуға шақырамыз. Сондықтан карантин күндері әркім өз шаңырағында отбасы мүшелерімен ауызашар өткізуге, көпшілік орындарда, дәмхана, мейрамхана, тағы басқа орындарда жиналмауға үндейміз. Қазіргі жағдайға қарай ораза ұстаған адамдарға ауызашар беруде мынандай қайырлы амалдарды жүзеге асыруға шақырамыз. Мейрамханаларға тапсырыс беріп, ауызы берік адамдарға тамақ тарату, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға азық-түлік тарату арқылы ауыз аштыру. Ауызашарға жұмсалатын шығындарды ораза ұстаған адамдарға қаржылай беру. Тағы да кімнің қандай мүмкіншіліктері бар, шамасы келгенше осы айда көбірек сауап жасауға тырысуға шақырамыз, құрметті ағайын. Құрметті бауырлар, Рамазан айында адамдарға көп жақсылықтар және мүмкіндіктер беріледі. Бұл туралы Алланың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Бұл айда жәннат есіктері ашылады. Ораза тұтқан адамның алдыңғы және кейінгі күнәлары кешіріледі деген. Қасиетті айда көбірек игі іс жасауға асығайық. Ата-анамыздың, үлкен кісілердің дұғасын алайық. Туыстарымыздан хабар алып, хал жағдайын сұрайық. Мүмкіндікке қарай мұқтаж жандарға қол ұшын беріп, науқастың көңілін сұрайық. Құрметті ағайын, құрметті жамағат, әрине біз әр жылы Рамазан айы келуіне байланысты көп дайындықтар жасап, ауызашарлар беретінбіз, тарауых намаздарға қатысатынбыз, хатым құрандарға қатысатынбыз. Биыл енді өкінішке орай төтенше жағдайларға байланысты бұл шараларымызды, бұл құлшылықтарымызды уақытша тоқтатуға тура келіп тұр. Бірақ дегенмен, құрметті ағайын, дұғамен ел көгереді дейді. Біз бүгіннен бастап, иншалла, Рамазанға дейін дұға жасаймыз, Рамазан айында дұға жасаймыз. Алла қаласа, жақын күндерде қасиетті Алланың үйі мешіттерімізге оралып, жамағатпен намаз оқимыз деген үлкен үмітіміз бар. Алла ниетімізді